Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін мына қамырдан жасалатын тағы бір тағамның түрін ұсынбақпын. Қазір сіздермен біз осылай жасап көрейік. Бұл керемет тағамды жасау үшін бізге керекті азық-түлік. Қараңыздар. Міне жұмыртқасын араластырып алып, суын құйып қойдық, кішкентай. Отбасыңызға байланысты, үлкендеу қылсаңыз, үлкендеу етіңіз. Кішілеу қамыр жайсаңыз, кішілеу қамыр жайыңыз. Суын көптеу құямыз десеңіз, көптеу құйыңыз. Тұзын салыңыз. Содан кейін мынау ұндарын салып, електен өткізілген. Міне мынадай ет асқанда мәнті шөра пісіргендерге арналған мынадай қамыр қазір болып тынып тұрады. Міне картопты кішілеу қылып тураңыз, өзіңіздің ыңғайыңызға қарай. Енді сәбізді мына ненің құрылғысымен, осындай құрылғымен сосын ұзынғып турап алыңыз. Қараңыз қандай әдемі алып, өзінен өзі турала береді. Пиязды кішілеу қылмасаңыз да болады. Қалағаныңызша тура беріңіз. Кәдімгі тамаққа турағандай турап алыңыз. Пиязын қуырып жатырмыз. Сәбізін қуырып жатырмыз. Енді осы жерге дәмдеуіштеріңіздің бәрін қалаған дәмдеуіштеріңіз сала беріңіз. Тәтті бұрыш. Ал менің ұзатқышымдағы салат. Осы мынау картоплын да салып жіберіңіз. Енді біраз қуыруымыз керек. Міне енді біраз қуырылған соң қайнаған су құйыңыз. Енді жай отта бір жарты сағат қайнауы керек. Қамырымыз тұнып тұр. Енді міне жайып отырмыз. Май жайып алдықтан майлап отырмыз. Енді бұл жерге мынау етімізді пияз майдалап туралған дәмдеуіштеріміз салып, қазір осыны араластырып, осы жерге салуымыз керек. Мына етті жайғастырып жатырмыз қамырдың үстіне. Қамырды жақсы көретіндерге де арналған мен сияқты. Мен қамырдан жасалған тағамды өте жақсы көрем. Әсіресе қолдан жайылса, сондай жақсы көрем. Сондықтан мен сияқты жасы келген апаларым, әжелерім болса, олар бәрібір қамырды аңсап тұрады. Қанша басқа тамақ істесеңіз де, қамырды аңсап тұрады. Сондықтан әлі тойымды тағам, әрі қамырдан жасалған тағам. Керемет тағам болады бұл. Құда қаласа. Әдемілеп шет-шетіне де әдемі орналастырыңыз, себебі көп жерде орамаланда болсын, басқа жерде болсын, шет-шетінде онша тимей қалып жатады. Шет-шетіне
шет-шетін кескен жерін ешкім жегісі келмей қалады сосын. Міне мына қамырды енді орау керек. Енді мына жағы. Енді осыны кесіп алуымыз керек. Қиғаштап кессеңіз де болады. Қалай кескіңіз келсе, солай кесе беріңіз. Өзіңізге ұнайтын қалыпта кесе беріңіз. Еті де ішінде, қамыры да ішінде керемет тағам болғалы тұр. Міне осылай кесіп алыңыз. Міне енді еті бар оралған қамырларыңызды қазанға картоп пен сәбіздің үстіне сала беріңіздер. Керемет тағам болады бұл. Сондай. Енді сыймай қалған жерін үстіне майлап жібересіз да, мына қамырдың үстіне қайтадан сала бересіз. Міне сыйдырап қойдық. Үстіне 2 қабат қап салдық. Енді қазір жарты сағат жай отта қақпағын жауып қойыңыздар. Міне жарты сағат тұрды. Қараңыз, суы тартылып керемет болып тұр, дайын болып тұр. Қазір дастарханға барады. Міне қараңыз, дара-дара болып піскен. Енді бұны қазір дәмін көруіміз керек. Міне қараңыз, қандай керемет болып піскен. Міне, мынаусын көріңіз, қандай керемет. Міне, осылайда қамыр тағамды түрлендіріп жасап жүрсеңіздер болады. Бұдан да күштіреп түрлендіріп жасап жүрсіздер, мен оны білемін. Менің каналымды қолдап, қолпаштап жүргендеріңізге мың алғыс. Осы тағам жөнінде ойларыңызды ортаға салыңыздар. Мен әрқайсыңызға жауап беріп жүрмін. Астарыңыз дәмді болсын.